басқа ұрпақ, басқа дәстүр. Бүткіл ауыл біледі. 10 миллион. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, бәріңізге сәлем. Сіздермен бірге дәстүр подкаст түн жарым болды. Демек, біз YouTube-қа шықтық. Демек, біз қорқытамыз түн жарым болды. Иә. Қазір ұйықтамай қарап отқан көрермендер болса, бүгін бізде ерекше қонақтар, біздің батыр қыздарымыз, тағы да женский состав деуге болады. Мен өзімде емес. Сол жағында отырған Балжан Бидаш. Балжан, қош келдіңіз. Және де коуч, кәсіпкер Роза ханым. Мен бірден айта кетейін, Роза ханым ренжімеңіз, көрермендерден де кешірім сұраймын. Балжанды мен бұрыннан танимын. Роза ханым, сіз кімсіз дегенсің ба? Не үшін бұл жерде? Роза ханым, өзіңіз жайлы бір-екі ауыз сөз андай мен танитындай, просто мен вообще никакого представления не имею, честно. Кеш жарық, мен Роза Шырбаева. Мен кәсіпкермін. Соңғы 6 жылда кәсіппен айналысам. Көбіне кәсіптерді онлайнда продвигать етем. Өзі содан бастаған хоббиім Инстаграмда, жалпы Инстаграмда тауар сату, қызмет сатудан бастаған кезінде сол үлкен уже кәсіптерге ұлғайды. Одан кейін осы соңғы 1 жылда өзімнің сол блогерлық қырымды қатты дамыттым. Соңғы 1 жылда 3 есе аудиториям өсті. Бұл экологичный жиналған аудитория. Көбіне қоғамдағы қыздардың, келіншектердің орны, әділетсіздік қыздарға қатысты. Сол туралы эфирлер жасаймын. Сол эфирлер менде қазір YouTube-та, подкаст площадкаларында, Apple подкаст, Яндекс подкаст барлық жерде бар. Аудитория мүлде үлкен, TikTok, Instagramда 500 мыңнан асады, барлығын жинағанда. Жалпы тақырып сол, қыздарды қолдаймын. Осы алып қашу мәселесінде өте көп мәселелерді қозғаймыз. Негізі жалпы мені жаңағы Балжан айтқандай қыздардың адвокаты деп айтады. Powerful woman. Иә. Окей. Рахмет, Роза ханым. Өте қызық информация екен, шыны керек. Менің әйелім феминист, Кама феминистка, мен де феминист болып. Феминитивті қолданып отырсыз ба? Иә, мен де феминист. Блогер-ка деп. Режиссер К деп сөйлейтін болдық жақында. Жалпы, бұл демек біздің қоғамның алға басуларының бірі деп ойлаймын негізі. Мен де солай ойлаймын. Роза ханым, сіздің танымал болуыңыз негізі біздің қоғамның демек дамуының бір себебі шығар негізі. Бұны алдияр былай деуге болады. Бұл тақырыпты бұлай мен сияқты айғайлап, агрессивны ешкім айтқан емес. Мен эфирде отырып жігіттерді ұрсып отырам. Шаман беске айтады. Тәрбиесіздер деп ше. Соны ұрсып отырам. Маған дейін бұлай ұрсып қатты дауыс көтеріп мүмкін айтпаған шығар. Сондықтан да резонансына болды ма. И көбінде жалпы менің миссиям Voice of Kazakh Woman, яғни қыздардың, әйелдердің айта алмайтын ішке түйген мәселелерін айтатын болғандықтан аудиториям 3 есе көбеюі, ол міне айтатын адам табылды деген. Наконец-то дейсің ғой. Өйткені қыздардың ішіндегі ол проблема болды да, бірақ айтпайды. Ұяңдық бар қазақ қыздарында. Ал менде батылдық бар шығар. Мен осындай тікелей эфирді былай қосып, осы проблемаларды айтып бастаған кезде органично өз қыздар жиналды, келіншектер жиналды. Бүгін ғана Шымкенттен келдім, қазір кішкене кешіп қалдым подкастқа. Просто жай ғана көшеде, аэропортта
келіншектер тоқтатып рахмет, мен 3 қызым бар, мен 4 қызым бар, сенің рилстарыңды, видеоларыңды жіберем деп құшақтап мені, сен жасында болғанда мен де осылай жасар едім деп қатты сондай поддержка жасады. Одан бөлек маған қызық болғаны жігіттер де, мен обычно жігіттер менен қорқады ғой енді, бірақ Шымкентте өте батыл екен жігіттер. Роза вообще деп келді. Роза вообще эфирде күшті айтасыз деп сөйтіп не қылады. Сондықтан да жалпы қазір енді әрине мен жігіттерге көп тиісем эфирлерде, өйткені жаңағыдай білімсіз қыздарды сыйламайтын жігіттер саны көбірек, бірақ та түсініп сауатын ашып деп айтайықшы, бері қарай бетін бұрып жатқан жігіттер де өте көп. Олар менің парақшама жазылған. Окей, рахмет Роза ханым, түсінікті. Балжан, қалайсың? Не жаңалық болып жатыр? Негіз мен ішінде де бір роза жатыр деп па? Болды. Балжан, сіздің жалпы өміріңізде не жаңалықтар болып жатыр? Қазір өнер жағынан, жалпы өмір жағынан не болып жатыр? Мүмкін өздеріңіздің көрермендеріңіз отырған шығар. Сізден қандай жаңалық күтуге болады мысалы? Сол кішкене жаңа өмір басталып жатыр деп айтсам болады. Соң карьераға бет бұрып, негізі әнші үшін ең қиыны жаңа клип түсіру немесе оны айналдыру емес, идея ән ғой, хит ән немесе хит болмаса да жақсы ән деген сияқты. Сол мен кішкене жүрмін, бас қатырып деген сияқты. Бірақ мен әнші ретінде тұрмысқа шыққан кезде больше блогер болып кеттім ғой, кішкене әннен ашықтап деген сияқты восстановление болып жатыр деп айтсам болады. Сол қазір блогерствомен айналысып жатырмын, курс жіберіп жатырық деген сияқты сондай тірліктер, сондай жаңалықтар. В общем, менің подписчиктерім көріп тұрса біледі өздері деп. Бірақ өнерге қайда ораласыз? Бұйырса, ол по-любому мен бір ішімде жатыр да. Мен мысалы жарайды, менде ол нәрсе не получилось, енді басқа жаққа кетейін деген сияқты идея ой келмейді да, өйткені ол менің бір өмірлік нем сияқты, бір кім қалай қабылдайтынын білмеймін, бір миссиям сияқты да. Енді ол нәрседен бас тартамын, өйткені мен бала кезімнен сол музыканың ішінде өстім, музыкальный семьяда өстім. Сондықтан ол по-любому жүректе шығару керек. Окей, түсінікті, рахмет. Байқағаныңызда менде мына жерде қызыл помада. Соны түсінбей отырық. Жалпы Роза ханым, сіз енді мына дәстүр деген біздің подкаст көрдіңіз ба? Трейлерді көрдіңіз ба? Мен түстім ғой сіздердің промоға. Білем, көрдіңіз, значит. Көрдім. Бізде де тематика сол үйдегі зорлық зомбылық, жалпы қыздарға деген көрсеткен зұлымдықтар. Осыған қарсы енді осындай помада да жақтық жаңа подкастқа. Жалпы мен сұрайын деген енді қыздар қауымы болғандықтан, мен ана жылы Айжұлдызбен Еңліктен, сосын кім болды? Нұрали кім болды бірінші? Мадина болды. Сабира болды. Сабира мен Мадина да? Мадина ханым болды. Жалпы қыздар қауымынан сұрайтын бір сұрағым бар. Неге біздің қоғамда ондай проблема өте қатты өршиді? Жалпы соңғы уақытта. Әлде ол соңғы уақытта емес пе? Соңғы уақытта емес, Соңғы уақытта емес ол. Неге бізде көп та ондай нәрсе? Бұның андай бір ғана мынау деген не емес та, бұл комплексті проблема. Ол жерде мәдениет те бар, ол жерде экономикалық та мәселе бар. Өйткені қанша дегенмен қазір 90-шы жылдардағы кризистан, мысалы, мен соны көрдім. Менің замандастарым соны көрді. Қазіргі кезде үйде әйелдерін ұрып атқан ер кісілер мүмкін сол 90-шы жылғы кризисті көрген жасөспірім, сол кезде бала болғандар шығар. Бұл жерде отбасыдағы бала тәрбиесі, бұл өте үлкен комплексный проблема. Одан бөлек білім системасы, мектептердегі жалпы жыныстық сауаттық болмауы, жыныстық сауаттықпен үйде ата-ананың айналыспауы, осы мәселеде өте көп білімсіздіктер. Экономикалық тұрғыда неге олай айтам? Өйткені ақшаның жетіспеуі, қаржының жетіспеуі, бұл жаңағы адамды выживание күйіне жібереді ғой. Ол кезде бала тәрбиесі, оның бір жетілуі, оның білімі деген нәрсені ата-ана шамасы келмейді оны. Сондықтан да балалар бір қараусыз өседі. Жыныстық тәрбие болмағандықтан өз бетімен кетеді, қараусыз. Қазіргі мына осы биылдың өзінде қаншама балалар вроде бы көз алдында жүрген балалары жағы педофилдардың жертвасы болып жатыр. Сондықтан да бұл үлкен комплексті проблема. Бұл проблема
соңғы 30 жылда болған жоқ. Ол біздің кеңес одағынан келатқан біздің мұрамыз деп айта аламын. Өте нашар мұрамыз. Өйткені білесіздер, иә, кеңес одағында бізде кино, музыка қандай еді. Жаңағындай тюремный вайптың жаңағы несі, соны тюремный вайпты романтизация жасайтын еді ғой. Особенно мына шлягер деген тюремный өлеңдер ғой. Сол мысалы песня годаға дейін, мысалы единственный біз песня года көреміз ғой жерде. Соған дейін шығады Шуфутинскийдің әндері деген сияқты. Бандитский өмірлердің романтизациясы, яғни жалпы күш көрсету. Сосын тағы егер біз бері қарай келетін болсақ, біздің тәуелсіздік алған мәселеден бастап, сол мезеттен бастап келетін болсақ, жалпы бізде қазақ қоғамында ерлердің, ер балаларды дамытуда біз балаларды қайға береді? Қандай спортқа береді? Бокс, сосын күрес, футбол. Футбол. Футболда. Бокс, күрес шығар. Иә. Яғни сен жұдырығың болса, сен ұрсаң, сен мықтысың. Осындай романтизация, сондай спорттың, неге шахмат жоқ? Неге бізде жалпы қазақстандық спортсмендер командалық ойынға жоқ қой? Жалғыз өзі бұрышқа бұра берсе. Футбол жоқ бізде, басқа да. Енді футболдың жанкері ретінде Роза ханым. Енді осы соңғы кезде көріп жүрмен жақсы болып жүр. Былай айтсақ, енді 30 жылда қаншама біз бюджет бөлінгенмен нәтиже өте нашар деп айта аламын. Сондықтан да жалпы ер азаматтарға беретін тәрбиеде, қоғамда, медиадағы посыл қандай, ұрып, соғу, жұдырық, дедовщинаның романтизациясы, осының бәрі осындай ситуацияға алып келеді деймін. Яғни бұл ол жерде қазбалай берсең себептері өте көп. Иә, қызық екен. Бірақ сонда да мысалы Роза ханым қазір қарап тұрсақ, негізі қазірдің өзінде «Слово пацана» деген сериал қатты, бәріміз қараймыз ғой, жастардың көбісі қарайды. Мен қарамаппын. Енді қазір кәдімгідей тиктокта, ютубта старт деген енді орыстар түсірген, Қазан қаласы Татарстанда, соның ішінде 80-ші жылдар болған группировкалар туралы. Былай қарап тұрсақ, кішігірім бригада да, бірақ клипмейкер Жора Крыжовников түсірген Горьконың фильмі. Өтте қатты қазір хайптың үстінде. Бірақ сосын біз де балалармен былай отырғанбыз, талдап. Қаншама уже 30 жылдай өткен шығар уже. Бірақ сонда да қайтпайды. Иә, әлі күнге шейін бригада, Черный двор, қазір рекетир, қазір мысалы «Слово пацана». Біздің қоғам өзгермей ма сонда қалай? Контент өзгеру керек, мәдениет өзгеру керек, идеология өзгеру керек. Бізде мысалы 30 жылда тіл мәселесіне келетін болсақ та саясат өзгерген жоқ. Кеше ғана көрдіңіздер, Бизнес FM көрген жоқсыздар ма? Бизнес FM-нің басшысы қазақ жігіт не деп жатыр? Оның замы не деп жатыр? Күлкілі жағдай. Бір өздерінің бір определенный бір баблдың ішінде өмір сүреді. Бұл үлкен кәсіптің әлемінде де осы, маркетинг әлемінде де осы. Мен өзім маркетингтік агентством бар. Мен оның ішіндегі проблеманы ішінен білем. Жалпы егер былай айтатын болсақ, Молдияр Ергебеков танисыз ғой? Молдияр Ергебеков. Профессор СДО-да. Сол кісі айтып еді, қоғамда қазақ тілі мен қазақ әйелінің тағдыры, оларды тағдырлас дейді да. Қазақ әйелі мен қазақ тілінің. Андай бір мәртебесі жоқ, әйтеуір өлгеннің күнінен, әйтеуір бар деген сияқты да. Сол сияқты мен де айтатын едім, оған қосатын едім сол сөзге. Жаңағы қазақ кәсіпкерлерінің де проблемасы сол. Қолдау, жаңағы түсініксіз заңдар. Өзім кәсіппен айналысқаннан кейін көбіне жаңағы орта бизнеспен, кіші бизнеспен айналысқанда крупный бизнес емес. Крупный бизнестің мұрты қисаймайды, оларға жақсы, оларда әдемі бәрі. Кішігірім кәсіпкерлердің жаңағы көтеріліп кетуі қиын. Сонда мен айтар едім, жаңағы Молдияр ағаның сөзіне қосатын болсам, және кәсіпкерлерде бәрі егіз тағдыр. Қазақша кәсіпкерлер, қазақ тілінде жұмыстар атқарылатын. Иә, мен жақында бізге 91-дағы ейс келген, және де ана Қазақ Репаблик екеуінің коллаборациясы туралы айтқан. Онлайн сатылымдар қанша деді? Бір аптаның ішінде жоқ болып кетті ғой, бүкіл киімдерді. Негізі ол да бір не ғой, мысал ретінде да. Біздің қазақтың кәсіпкері мен қазақтың группасы коллаборация жасап бәрін сатып жіберді. Мысалы менің үстімде қазір басқа деген біздің кәсіпкерлер басқа деген
өздері енді ателье емес енді кім киім жасайтын жігіттер ғой в общем. Біздің қазақтың рэперлеріне әсіресе сондай көп. Иә. Осылар міне біздің фильммен коллаборация жасады. Мынау алу керек еді. Ұнап тұр, сапасы ұнап тұр ма? Иә, артын көрсетейін. Классно. Классно. Идея вот басқа ұрпақ уже, новое поколение. И басқа дәстүр. Сондықтан да басқа жігіттеріне үлкен рахмет. Shout out for Қуаныш Бейсеков, Алдияр Жапаров, Ирина Қайрат. Рахмет жігіттер от души. Балжан, сіз қалай ойлайсыз? Роза ханым жаңа прям өтті. Роза ханның подписчигім да, сол үшін келсем ғой. Рахмет. Сол біздегі көп проблема. Негізі не только қазақтарда, негізі басқа восточный менталитет деп айтсам болады. Сол жақтан былай барлығы шығып келген нәрселер ғой. Біздің ол қанымызда да болуы мүмкін бұл менталитет. Енді қазіргі поколение қараймын ғой, риза боламын да. Қазір мен інілеріме кішкентай уже ондай қазіргі болып жатқан ситуациялар сияқты нәрсе уже азаятын сияқты. Бір жағынан да қазір біз оянып жатырмыз да. Сол қуантады. Сосын жаңағы әйелге қол көтеру, ол просто мен ойлаймын, сол білімсіздік жаңағыдай комплекстен шығады деп ойлаймын. Сосын оның барлығына бала кездегі тәрбие жаңағыдай әсерін тигізеді деп, только сол семьядағы нәрсе деп те айта алмаймын. Оған көп нәрсе ол комплекстен туатын нәрселер деп ойлаймын. Енді өте саяз нәрседен былай қарасаң, енді еркек просто жаңағыдай шаршап келсе де, жұмыстан бірдемесі іске аспай қалса да келіп әйелінен ақысын алу ғой. Өйткені енді әйел слабый, сондықтан өзінің сондай слабостін солай шығарады деп ойлаймын. Жаным, Мадина, кешірші, мен де кейде үйге келем, былай шаршап вообще. Сосын әйелім айтады тоже, кішкене сөйлесейік та деп. Мен өзім қоя қойып қазір жата тұрайыншы дегенде. Иә, Мадина, кешір. Қазір түсіндім бәрін. Менде мынандай сұрақта, жаңа ғана алдыңызда келген Жандос пен Фархаттан сұраған едім. Жоқ, бірінші мына сұрақ. Негізі бұл ситуация қазір медиасферада үлкен хайп болып жатыр. Негізі ол уақытша емес пе? Өйткені резонанс туғызған бұрынғы экс-министр Қуандық Бишімбаев, егер ол кісі болмаса, ондай резонанс тумаушы еді мен. Иә. Оның бәрі уақытша емес пе? Жай келетін еді бұл уақыт. Енді қазір енді статистика бойынша, осыған дейінгі де белгілі статистика, жылына Қазақстанда 400 әйел өзінің күйеуінің қолынан өледі. Просто үйде. Соғысқа бармай, производствоға шықпай, машинамен жүрмей, просто үйде. И бұл тек ашкере болғандар ғана. Өйткені мен осы туралы өзімде блогымда айтқан кезде маған өте көп хаттар келеді қыздардан. Мысалы, көршілерімде сондай ситуация болған, суицид деп жаба салады участковыймен деп. Яғни бұл бетке шыққан ғана 400 случай деп айтуға болады жылына. Қараңыз, біз қазір міне кеш осы жерде отырмыз, и возможно қазір бір жерде Қазақстанда бір әйел қазір өліп жатыр күйеуінің қолынан. Күніне бір әйел өліп жатыр деген сөз ғой, 400 деген. Өте үлкен бұл қасірет деп айтатын едім қоғамдағы. Бишімбаевтың ситуациясы болмаса да бұл бәрібір шығатын еді. Өйткені мен тура осы тақырыпқа бір жарым жылдан бері тікелей эфир жүргіземін. Менде қазір 10 миллионнан астам қаралым бар, именно тікелей эфирлерім. Мейлі ол инстаграмдағы прямой эфир, мынандай сапалы подкаст болмаса да қаралым өте көп, өйткені бұл қоғамдық ауру, кәдімгі дерт. Бұл ситуация өзгереді. Бірінші, заң ауысу керек, қатаю керек. Екінші, бұл туралы айтуда қорықпау керек қыздарда. Сосын бізде ер азаматтар бұл туралы айтуға қорқақтайды. Қыздар ойлап жатады, енді еркектер айтпайды, өйткені өздері сондай деген сияқты. Ол жағда бар, бір жағынан олар түсінбейді ғой. Мысалы, біздер қыздар, біз көшеге кешке қарай шығуға біз қорқамыз. Бізде ондай, мысалы, сіздердің бастарыңызда ондай қорқыныш жоқ. Просто шығып кете береді магазинге ше. Мы 100 раз подумаем. Свет жағып, қайта-қайта қарап, жүгіріп, яғни әйел жалпы қоғамда кімнен қорқады деген сөз. Бабай, бір привидение емес қой, еркектен қорқады. Еркектен қорқады. Мысалы, бізде жаңағыдай осындай тақырыптармен көтерген кезде маған не бір сондай диванный әскерлер келеді да, онда байға тимей ақ қойыңдар,
қыздар көреміз, кім қорғайды екен сендер дейді да. Кімнен қорғау керек бізді? Бізді кімнен қорғау керек? Мәселе. Еркектен қорғайды. Сонда өздерінен. Смысл тогда? Қайттан өзімді кінәлі сезінемін. Ана жолғы Айжұлдыз бен Ермектің подкастында да былай отырған қыздар ренжімеңдер, кешіріңіздерші деп. Иә, Роза ханым, енді жігіттердің атынан айтайын тоже. Енді сіз жігіттердің нормальный жігіттер бар. Бар. Енді бар, жоқ демеймін. Мен просто өзімді жоқ демеймін, бар. сезініп отырмын да. Иә, жігіттер өтініш мұқият тыңдаңыздар, қыздар қорықпаңыздар, ол проблемалар бәрін айту керек. Мынандай сұрақ, Роза ханым, Балжан, жаңа сұраған едім біздің екі жігіттен, сіздерден сұрайын. Неге біз енді көбінесе сіз, Роза ханым, қазақша контент шығар, сіздерде? Енді 6 площадка бар, соның біреуі орысша, қалғандары қазақша. Онда иә, қазақша контент айта алмадыңыз сонда сіз. Балжан, сіз де, мен де. Неге қазақша тілді аудиторияда жұмыс істейтін блогер, әншілер, медиа, неге олар сөйтіп көтермейді бұл теманы? Айтпақшы, сөздің жаны бар. Өйткені, кешіріңіз, Балжан, орысша тілді блогерлар жасырмайды кәдімгідей. Не относилию деп ше. Где женское равноправие? Феминистки, давайте поднимайте все. Мужики, сволочи, что такое? Вот все, Бишімбаева надо на пожизненно. Қазақ тілдер ондай қатты не істемейді екен. Үндеу тастамайды екен. Неге? Білмеймін. Қорқады. Бақырып отыр қос эфирді. Айғайлап отырамын мен. Бәле болды осы. Неге қорқады, Балжан? Неге қорқады? Мен ойлаймын, қорқады деп, қорқыныш просто андай. Мен күйеуім көріп қояма, енем көріп қояма деген сияқты көп, мысалы, именно қыздардың қатарына айтатын болсам, өткен алдында Салтанат марқұмның жағдайында көтерді барлығы сол тақырыпты. И қазақша блогерлерден қарасам, ешкім ондай нәрсе айтылмаған осы темаға қатысты. И мен ойлаймын, сол жаңағыдай менталитет тағы да келетін қазақ келіншектерінде. Бірақ ішінде енді айтқысы келіп тұрады, оның да зары бар, ішінде толып жатыр. Бірақ жаңағыдай ғой, күйеуім көріп қояма, анау көріп қояма, мынау көріп қояма, мен не қыламын, лучше ладно, үндемей отыра берейін деген сияқты. Сол бір себеп қой. Ұят болады, иә. Туысқаным көреді. Мен де сондай деп ойлап қалады деген сияқты. Мен де сондай деп ойлап қалады дейді. Бұл жерде мен қоса кетейін, тағы бір факторлардың бірі, бізде қазақ қоғамда феминизм сөзінен қорқады. Феминизм сөзі бұл жаңағыдай ЛГБТ сөзінің бір жаңағы синоним ретінде қарастырылады. Ол сондай. Иә, сөйтіп солай ойлайды. Яғни феминистер тек қана ЛГБТ продвигают деп. Енді оның да бір астары бар. Неге? Өйткені біздегі жалғыз осы фонд, Феминита фондының басшылары, білесіздер, екі әйел, яғни осы қоғамдағы әйелдің проблемасын көтеріп жүрген екі әйел сол ЛГБТ өкілдері болып тұрғаннан кейін сенімі жоқ та. Қорқыныш көп осы мәселеде. Соған қатысты болғысы келмейді біріншіден. Екіншіден, басқалар не деп ойлайды? Мысалы, мен осы туралы айтқан кезде бәрі ойлайды, мені таяқ жеп, әбден еркектен зәбір көрген, сондай ажырасқан бай жоқ бұның, сондай деп ойлайды да. Яғни мен туралы солай ойлайды, өйткені мен сол проблеманы айтамын ғой. Бірақ та бұл жерде мынандай мәселе алдыр. Кешіріңіз, Роза ханым, негізі отбасыңыз? Иә, отбасым бар, 2 ұл тәрбиелеп отырмын. 16-да 12-де 2 ұлым бар. Сондықтан да бұл мәселені мен мысалы қазақ қоғамдағы жігіттерге айтқан кезде бірінші кезекте 2 ұлыма айтамын. Мен тікелей эфирде үйде жүргіземін ғой. Балалар мәр бері жүріп естіп жүреді. Жолдасым да біледі. Негізі бұл тақырыпты сен айтшы, сенің аудиторияң бар ғой деп жолдасым айтқан. Өйткені мен кәсіптің адаммын. Мен жұмысым жүрді ме болды деген сияқты солай жүретінмін. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, мынандай нәрсе бар да, нормализация деген нәрсе бар. Зорлық-зомбылық әйелге қатысты бұл қоғамда уже норма болып кеткен. И көп әйелдер оны білсе де көрмейді. Бір-екі рет соқты, енді кімде болмайды ол деген сияқты. Сондай не да. И уже настолько это допускается. Қызына да айтады, не қылады ол, ұрады қояды, ертең өзің жеңесің деген сияқты. Сондай тәрбиеде, ал менде ондай болмаған.
мен никогда ондай болмаған. Мен әкем қандай бір дауыс көтеріп маған ұрысқан емес, ұрыспайды. Өте көп жаңағы мен білім алуыма, кітап оқуыма, дамуыма қатты үлес қосқан. Қосып та келеді, әлі де тәрбиелейді мені. Жолдасым, 2 ұлым енді қорғағанда мені тексеріп отырады ұлымды, жаңағыдай. Мама қайда кетіп баратсың? Барайын ба? Яғни осы мәселеде мен бір қорғап, әлпештеп сөйтіп жүреді. Ондай бір ер азаматтан ондай қысым көрген емеспін. Бұл мәселе мен блогер болып, маған осындай анонимді хаттар келе бастаған кезде мен уже бұл туралы үндемеу, бұл қылмыс үндемеу. Бірақ мен айтам да, мысалға, басқа да көп қой блогерлар. Не болса да көнесің, ер азамат деген ол жүреді, ол анда-санда ұрғанда ештеңе қылмайды деп айтатын әлде көп аудиториясы бар блогерлар бар. Оларға әйелдер жазбайды емес, жазады ғой. Сонда мен ойлаймын да, сол қылмысқа олар қалай причастный болады. Вот это меня возмущает. Сондықтан да қазақ тілді контент жасаушылардың арасында мен осы тақырыпты көтергендіктен содан кейін деп ойлаймын, менде аудиторияның резко былай өсіп кетуі. Ал бұл өте острый, просто керек тақырып, айтылу керек, оны қорқпай айту керек. Маған өте көп Балжан сияқты миллионник блогерлар, әншілер көбісі жазылған. Я вам скажу, они все мне скидывают темы, мынаны айтшайш. Яғни олар айтпайды, олар көреді, айтуға қорқады, бірақ маған жібереді. Осыны сен айтшы, осыны сен үндеуші деп. Мен үлгермеймін. Кешіріңіз. Мен кейде енді не молчи KZ қойдым. Не молчи KZ. Дина Тансарның несі, парақшасы. Мен жақында ғана білдім, ол кісіні Қазақстанда емес екен. Бірақ не суть. Инстаграм парақшасына әйелім көрсеткен, мне қарады, Қазақстанда не болып жатыр дегенде ше. Проснитесь деп. Посттарын оқығамда мен қорқып кеткен ғой, енді әр пост сайын бір убийство туралы, зорлық, анау деп. Сізге де келеді ондай хаттар? Келеді. Енді біздің подкаст кішігірім қорқынышты историялар жайлы. Бірақ сонымен қатар қазір енді осындай тақырыпты қозғағаннан кейін, қыздарға деген зорлық-зомбылық болғаннан кейін, сіз қазір бізге сондай ең қорқынышты историяларды айтып бере аласыз ба, сізге жіберілген? Прям есіңізде сақталып қойған ше. Маған қатты есімде сақталған бір сондай бір ситуация болды. Бір келіншек суреттерін жіберді маған. Бетінің жартысына дейін ісіп көгеріп кеткен. Күйеуі ұрмайды, ене сұрады. Ене сұрады. Кете алмайды, өйткені ата-анасы келме деп айтады. Просто келме, жоқсың сен, бара алмайды ешқайда. Мәселе уже даже балада емес, басқада емес, баладан кете алмаймын емес, просто не может уйти. Бізде Қазақстанда кризистік центрлер өте аз, ана үйлері өте аз. Барлық региондарда болғанын қалар едім, өйткені әйелге қашатын жер жоқ. Көбіне егер қаласында болатын болса, мен осы жаққа бар деп айтамын. Бізде Алматыда бар, Жансая деген кризистік центр. Оларға да барып жаңағы сол жақтағы әйелдерге кішкене мотивация айтып, әңгімелесіп қайтам. Болып тұрады сондай сотрудничествода. Білесіз ба, негізінде сол жерге кризистік центрге барған әйелдердің жартысынан көбі қайтадан өз үйіне барады. Қайтадан барады. Баратын жерлер жоқ. Баратын жер жоқ басқа. Өйткені кризистік центрлер көп болса 6 айға реабилитация береді. Ал үйіне барады, қайтадан сол күйеуіне барады. И ситуация еще хуже. Кеше ғана жаңалық шықты, 49 рет әйел заявление жазған полицияға. 50-ші случайда өлтірген ғой әйелді. 49 рет барған, 49 рет оны үйіне қайтарып жүрген, оның күйеуіне ештеңе демеген. Қай жерде болған? Қостанай, кажется. Ужас. 49 рет звондаған, кажется. Прям, Звондап? Жоқ, звондамаған. Обращение было. Сонда полиция қызметкерлеріне тек қана выговор берді. Ал адам өлді. Өкінішке орай айуандықтар өте көп. Мысалы, осы Бишімбаевтың ситуациясына дейін қандай көп ситуациялар болды ғой. Осы Уральскіде бірнеше жыл бұрын бір ер кісі 2 кішкентай қызымен үйін өртеп жібереді, шешесін. Әйелін 2 қызымен өртеп жібереді. Көп, оны іздесең өте көп. Ол немалчыға жетпей жатқандар да бар. Просто жетпейді, ол фонд үлгермейді, ол ақпараттың бәрін игеріп ақтарып үлгермейді. Мен бар көмек бере алатыным, ол жаңағы кризистік центрдің адресін беремін. Менде фонд жоқ ондай. Если честно, он даже заниматься ол өте ауыр жұмыс.
өте ауыр жұмыс. Ол Дина Таңсарының жасап жүрген жұмысы өте ауыр деп айтар едім. Бірде бір еркектің қолынан келмейді. Мен тағы да ішімді ашытатын нәрсе, ер азаматтар үндемейді, ер азамат инфлюенсерлер көбісі үндемейді. Ну, Тимур Балымбетов жақсы көтереді, айтады. Единственный. Иә. Қалғандары как будто ничего не происходит. Вот как будто ничего не происходит. Мимо. Жаңалықтардың барлығы вот просто өзі шетте, басқа мемлекетте сияқты да, я в домике. Одан бөлек, сосын мысалы әйелдің қоғамдағы статусын төмендету, оны мазақ қылу, келемеждеу сияқты осындай комедиялар мен кинолар қазір шығып жатқан. Өте көп. Роза ханым, тіке айтыңыз, қандай комедия бар? Мен бардым, жабық неге алып барды, неге шақырды бізді блогер ретінде. Осы недавно 1-2 ай бұрын шыққан Баян Есентаева түскен түпкі саны жасыл нәски деген. Типа инфо-цыгандарды мазақтаған, бірақ та дұрыс нәрсе айтып келеді да, бірақ на фоне әйелдің көзі постоянно көгеріп жүреді. И күйеу ұрған нәрсе, содан бір ондай бір комедия сияқты, жалпы әйелдің статусын түсіру, келемеждеу. Сосын барлық біздің қазақ киноларында әйелге пихать ететін бірақ история. Қандай болсын, жанды болсын, сен көніп, сен тек қана күйеуге тисең ғана бақыттысың дейді. Қыздар неге үндемейді? Өйткені қызға жалпы өзі туылғаннан бастап, кішкентай кезден бастап қызға бір ғана агитация жүреді. Байға тию керексің деген. Иә. Бір ғана агитация. Тимесең, сен қоғамда жоқсың. Мысалы, мен өзімнің қандай нәрсеге келем да, мен осындай бір серьезный бір әңгіме айтып, осындай выступление жасасам, мынаның өзі бай бар ма дейді. Әйел адамның интеллектуалды жетістігі, ақшалай жетістігі, қоғамдағы жетістігі, ғылымдағы жетістігі бәрі 0. Егер оның күйеуі и баласы болмаса. Это полный 0. Сөйтеді да, әйелдер ойлайды, жасағанмен какая разница, мен сол PhD оқығанмен, диплом алғанмен, ғылым болған, какая разница, ертең мен байға тимесем. Какая разница? Қыздар реально білім қуат күйеуге тиеді да, бұл дипломның бәрі полкада жатады. И оны жігіттер ашығымен айтады. Помните, вот это видео было в ТикТоке? Қыздарға мамандық алып, зачем? Мамандықтан бұрын оларға мама болуды үйрену керек. Олар бәрібір ертең қызыл диплом не істейді, сол қызыл түсті плитаның алдында тамақ істеп тұрады дейді. Вы живете в ТикТоке? Я прописана в ТикТоке. Мен ана видеоны помню, Ақтөбеде ма, жоқ, Алматыда қойдым, Арбатта. Әйеліңізді ұрасыз ба деген. Иә, ұрам деген бар ғой. Бір шапалық беру керек деп. Еще екеуі тұр ғой. Иә деп қасында. Бірақ көрініп тұр енді, ана жігіттер спортсмен ау деймін. Бір кішкене. Бірақ сонымен қатар мысалы Хабиб Нурмагомедовтың интервьюін көргем. Сонда айтқан, ол әкесі Абдулманап кәдімгідей оқуына қатты назар аударған екен. Егер сен ағылшыннан дейді да 4 алып келсең тренировкаға бармайсың деген. 5 алып келу керексің деп. Өйткені сен егер әшейін спортсмен болсаң, бірақ тупой да, сен қоғам үшін қауіптісің да. Сондықтан біріншіден оқу керек та, параллельно. Сосын ғана спорт. Өйткені сен сол сіз жаңа айтып отқандай бокс, күрестен кейін бірақ оқымайды, күшті қолдана береді. Сосын мен недавно осы бір судмед эксперттің подкастын ма, сонда интервьюін қарадым да. Сол жерде жалпы маньяктар, педофилдар қайдан шығады? Саша Сулим шығар. Саша Сулим? Сол ма, білмеймін, папалас. Сонда айтады, бірнеше фактор бар екен. Ол тәрбие, басқа болуы мүмкін. Сосын тума, бастағы кемшіліктер болуы мүмкін. Одан бөлек бастан ұру. Бастан травма болса, жаңа ауытқу болады екен дамуда. Жаңағыдай агрессивті, сондай нелерде. Бізде сен төбелеспесең, сен жігіт емессің ғой. Иә, ондай да бар. Төбелеспесең, сен жұдырық бермесең, біреудің көзін көгертпесең, сен жігіт емессің. Осындай нәрсе. Мен кейде түсінбеймін просто. Мысалы, мен бір рет бір блогер қызбен бірге аэропортқа, самолетте кездесіп қалғанбыз. Как раз сол ана Бишімбаевтың деласы болып отыр. И сонда маған да жазды, неге не істеп жатсыңдар деп, неге үндемейсіңдер деп. Біз жалпы 2019-да еще мурал салғанбыз. Муралды есімде мен көрдім. Мен сосын айтамын, жоқ, біздің позициямыз ол понятно, ол негізі. Енді сторисқа репост салсам да бір жағынан кішкене бір үлесімді қостым ау, мен біз фильм түсірдік, қазір күту керек кішкене дегендей ғой. Бірақ мен түсінбейтін негізі
әйелді емес адамды ұру деген ол дұрыс емес қой негізі. Ол ясно как день же, по идее. негізі иә, былай қарағанда бүйтіп мысалда бұл үйдегі зорлық-зомбылық, иә, семейно-бытовое насилие, иә. Проблема жалпы осы мәселені бөлуде деп ойлаймын. Заңда бұндай бөлшектік болмау керек деп ойлаймын. Не ол семейный деген кезде сен мынандай шай, тамақ, бір уют ойлайсың, сонда уютно ұру ма сені? Что это? Я? Насилие, оно есть, насилие, оно не может быть семейным, я считаю. Проблема осы заңды бөлуде деп ойлаймын. Егер қоғамда жалпы насилияға бірдей қараса, я, какая разница, сен сожительден сен күйеуінен таяқ жедің ба, или көшеде біреуден таяқ жедің ба? В чем разница? Осы мәселеде бір не бар да, үйде ол можно, это же такой уютный, комфортный такой шапалақ. Простите, иногда сондай өзі кішкене черный юмор болып тұрады. Иә. Жоқ, негізі, иә, мен де келсем, негізі, қазір ойланып қалдым. Иә, зачем? Деймін, какая разница? Иә. Негізі, иә, негізі, какая разница? Бір кісі ғой, иә. Үйде, бір әрекет. Мен осы жайлы ойлайтын едім да, просто ойлап қоя салатын. Неге олай бөледі деп? Заңның өзі дұрыс емес деп ойлаймын да. Яғни семейный бытовой насилие. Сонда үйде ұрсаң ол жұмсағырақ, далада ұрсаң ол қаттырақ па сонда? Екі жігіт көшеде төбелесетін болса, ол жерде басқа заң, ал үйде күйеу әйелін ұратын болса, ол жерде басқа заң. Ол 15 суткаға жаппауы да мүмкін оны. Менде мынандай қызықты бір ой келді. Біздің тақырып жалпы тылсым дүние туралы. Жындар туралы. Жалпы елес дегендей. Қалай ойлайсыз? Мысалы, сондай адамдарды жалпы әйелін ұратын адамдардың жындармен қатысы бар ма деген. Қазақта сөз бар ғой, жындандырма деген. Ішінде жынды шығарма деген деші. Жынды шығарам деген. Қалай ойлайсыз, Роза ханым? Ондай діни подтекст бар ма негізі? Енді қараңызда, экзорцизм енді барлық христиандарда бар, исламда бар ғой. Ол мәселе, білмеймін, шын экзорцизмге ұшырағандар реально әйелдерін ұра ма екен, жоқ ол сылтаудың біреуі ма? Осыдан 30-40 жыл бұрын айтатын еді да, ол өз емес, ол арақ ол дейтін еді. Иә, соған жауады. Ол өз емес, ол жұмыстар настроениесі болмады ол. На самом деле ол жақсы. Қолы алтын, такой золотой. Ішпесе адам деген сияқты. Мен тура сол сияқты да, бұл жерде жауапкершілікті итеріп салу деп ойлаймын, өзінен. Это не я, ол мен жын, мен барып экзорцизм жасауым керек. Вдруг жоқ шығар. А вообще, насколько мен діннен кішкене ол жақта эксперт емеспін, не углублялась в эту тему. Бәрінде бар демей ме? Иә, жоқ. Жын бар, иә, бәріміз. Иә. Енді не онда бәріне көрмайды, тек соныкі ғана ұрады. Окей, иә, ол бір сылтау ретінде, иә. Сылтау ғой, сылтау. Неге именно сенің жының ұрықшы екен да, қалғандарды ұрмайды екен? Әйелдің жыны неге ұрмайды? Ұрсын да онда еркекті, какая разница? Окей, сосын мынандай қызық сұрақ, енді сіздер осындай салада енді көп нәрсе талдайды екенсіз, Роза ханым. Мынандай сұрақ, бір қызық сұрақ өзіме. Абьюзер деген бар енді. Женский абьюз деген бар ма? Бар. Ол қалай ол сонда? Жалпы абьюз, егер қарайтын, ол қандай мәселеде, қандай ситуацияда туындайды? Абьюз теңсіздікте туындайды. Біреу-біреуден выше кезде туындайды. Кез келген ортада. Екі құрбының ортасында біреу өзін үстем сезінгісі келсе, оған абьюз етеді. Иә, бір-біріңді тең тұлға ретінде қабылдамау. Иә, сен менен төменсің, иә. Осы кезде абьюз туындайды. Ол абьюз, ол жыныс талғамайды. Статус талғамайды. Ол жаңағы эгоның жаңағы құтырып, мен сенен үстемірекпін, мен саған қарағанда ақылдымын, менің миым бар, сен отыр тыныш, әйелдің шашы ұзын, ақылы қысқа деген темалар ғой. Яғни бұл жерде үстемдік, абьюз тек үстемдікте туындайды. Менің әйелім абьюзер. Мүмкін. Әзірлеймін. Көп, егер ол темаға кірісетін болсаңыз, көп мизогиния бар, басқа өте көп ол тақырыпты, ол бір подкаст жетпейді оған. Иә. Окей, өзіміздің тақырыбымыздан ауытқымайық. Тағы да айта кетейін, біздің дәстүр подкаст жалпы қорқынышты оқиғалар жайлы. Сіз өзіңіз сенесіз бе ондайға? Тылсым дүние, жындар. Енді ол туралы былай енді естіген болмаса, өзім көрмегенмін көзіммен.
бірақ былай біреуге айтсаң сенбейтін бір оқиғалар бар ма ондай? Енді сондай бір оқиға бар, мен дайындалып келдім. Мхм. Бала кезімде болған нәрсе еміс есімде. Өйткені білмеймін, мүмкін менің реальностымда ондай нәрсе көп болмағандықтан шығар. Менің әжем, әкемнің анасы үлкен молданың қызы болған. Әжемнің сондай несі болатын, ауылда кішкентай балаларды емдейді, жаңағы түкіреді, жаңағыдай өп деп жаңағыдай тәуіптік сондай несі болатын. Сол кісі 96 жылы қайтыс болған кезде папа командировкада болады да, папам сол кісінің кенже ұлы ғой, любимчигі. Қайтыс болған кезде папа командировкада болады Ақмолада. Сөйтіп келе алмай қалады. Жаңағы жерлеуіне үлгермейді. И мамам айтады да, сол күні әжемді жерлеп үйге келген кезде, біздің үйден, біз бөлек тұрамыз жаңағы ата әжеменен, біздің үйден жылан шығады. Просто жылан шығады. Сөйтіп мамам қорқады. Жаңағыда көршілерді шақырады, соң көршілер айтады, былай үйден шыққан жыланды неғып. Қай жерде болды, қай аймақта? Сарыағашта. Сарыағашта. Үйден шыққан жыланды өлтіріп не істемейді, ұн сеуіп, жаңағы айран құйып, сосын кетеді дейді. Әжем қайтыс болған күні, жерлеген күні солай болады. Сөйтіп бір қызығы, осы ситуация әр жылы әжем қайтыс болған күні үйден жылан шығады. Оны біз баламыз, біз білмейміз. Просто үйден жаңағы бұрыштан, сол бұрыштан именно, үйде өз кіреберісте не болды, тапчаның қасында сондай, үйдің қуысында сондай бұрыш болады, содан шығады. Жылына, именно үйінде календарь бар сияқты, напоминание бар ма, сол күні шығады. Әжеңіз қайтыс болған? Жыл сайын дейсіз ба? Сол күні, жыл сайын. Біз оны білмейміз. Бізден баламыз ғой, мамам, видимо, огораживает, айтпайды. Жаңа қайтыс болған жылы шығады, келесі жылы тағы шығады, и одан кейінгі жыл 96 болса, мен 12-демін, 13-те шыққанын мен білмеймін. Мен 14-те болған жылы мамам жұмыста, әжем қайтыс болған күні. Мен үйде, ініммен үйдемін. 14-темін, сыртта бізде летний кухняда бірдеңе пісіріп жүрмін жаңағы. Інім үйде. Сөйтіп тарелкеге салып алдым, білмеймін не пісірген, то ли блинчики, то ли что. Мәз болып үйге кіріп жатқан кезде, жаңағы бір жылан тұр ғой, бала есіктің косягында. Бүйтіп просто ілініп тұр. Ана мен қорқам, тарелкам қолымнан түсіп кете жаздайды. Айғайлаймын, сол бүкіл көршіні шақырам. Үйде інім терезеден қарап тұр да, ол қорқып тұр. Мен бүкіл ойым жаңағы інім қорқамасын деп. Сөйтіп көршіні шақырам, бір көрші келеді, ол үлкен жалаң кәдімгідей. Бір көрші келеді, ол қорқады, ол екінші көршіні шақырады. Сол жерде ажиотаж. Кешкі 6 примерно мамамның жұмыстан келетін уақытысы. Сөйтіп екінші көрші келіп, жаңағыдай темірмен, жаңағыдай айырмен бар ғой, шөп неғатын. Сондаймен жыланды түсіріп өлтіреді соны. Сөйтіп сол өлтірген кезде мамам келеді жұмыстан. Мамам айтады, неге өлтірдіңіздер, тек айран құйып, сөйтіп не істеу керек еді. Ана жерде мен истерика жылап жатырмын. Інімді ойлап, өлтірген кейін үйге жүгіріп, жаңағы ініме, мамам келіп сосын маған ұрысты. Вот в чем логика, я? Сосын маған ұрысты. Неге маған звондамайсың? Мен үйге кіре алмаймын. Үйге кіре алмаймын мен. Сөйтіп, содан бері жылан шықпайды. Сол жылан именно сол 24 май әр жыл, 3-ші жылы мен жаңағыдай көршілерді шақыртып өлтіремін. Қызық, 24 май мен күйеуім туған күні. Сол секрет неде екен енді? Тоже совпадение. Білмеймін, 24 май мен күйеуім туған күні. Қызық. Тылсым. Білмеймін, бірақ сол жыланды мен түсінбедім. Мамам айтады, енді сол әжеңнің сол емшілік қасиеті болатын, сондай көршілер бәрі сөйтіп айтатын тұғын. Сондай кішкене. Өзі ауылдасың, кішілерсінде болады ғой, әр нәрсеге солай, ойбай, солай екен, қош, шынымен ба, деген сияқты да. Бірақ білмеймін, именно сол күні, просто мама не успела сказать, айтып үлгерген жоқ, мен де қорқып, жаңағы көршілерді шақырып, ушу шығарып. Окей. Балжан? Осы ситуация есіме түсіп жатыр, мен 8-ші класста мен жылан шағылған. Вообще, неге қатысы жоқ, қорқынышты темаға. Ол тоже қай аймақ? Не? Қызылорда облысы, Жаңақорған. Сол ауылда өскен ғой. Просто светті жақпай ақ қояйыншы деп экономить етіп өзімше. 8-ші класстың қызым ғой. Сосын қолымда тамақ бар еді. Сөйтіп алып шығып баратқан үйден. Сөйтіп жаңа есіктің жанында былай жылан жатқан, мен соны басып кеткен ғой. Сосын андай дауысын естідім да, жыланның пыс-пыс дегенше. Сөйтіп
жылан екенін сразу сездім да. Потом тамақты не істеп жерге тастап үйге қаштым. Қайттан кіріп қарасам, аяғыма қарасам, мындай бір 2 точка тұр. Уже шағып үлгерген ғой мені. Мен сезбей қалғам, уже шоковый состояние. Сосын папа екеуміз едік. Сөйтіп папама қарап, папа қараңыз деп, папа шағып алған ғой деп. Сонымен пока ауырған жоқ, уже 5 минуттан кейін уже аяғым ауырып бастады. 15 минут, 20 минут уже ісініп бастап жатыр. Неге дейін, почти беліме дейін аяғым сынып кетті, жүре алмай қалдым ғой. Енді бізде ауылда дамымаған ғой, больница дамымаған. Ол жердегілер мен аяғымдан инемен шығып тесіп жатыр, чтобы шықсын деп ше. Аяғым бүйтіп қойып, аяғымнан не істеп. Сосын болмайтын неге ауданға жіберу керек деп, Жаңақорған ауданына, мен Жаңақорған аудан жанында Келінтөбе деген ауыл бар, сол жерде туып өскем. Сөйтіп Жаңақорған аудандық клиникаға барып, сол жақта емделіп шыққан болатын. Сол менде негізі жыланнан фобия бар. Почему-то. Енді бұдан кейін, конечно, фобия болады. Бәрінде жоқ, фобиядан бұрын мен жыланды көрсем қатты жиіркенем. Бір түрлі болып кетеді деген бар ғой. Менде де сол жыланнан қорқам, қатты қорқам. Жылан. Қызылордада улы жыландар бар ма? Еще біз каналдың жанында тұрған болатын, судың ше. Біз үйден не шықпайтын, біз еще жаңадан салған үй болатын, судың жанында біз саразбан, қырқаяқ, скорпион. Мен скорпион ұйықтап жатқанда шағып алған еше. Мен негізі солтүстік баласымын, Павлодар жақта. Бізде ондай Жамбыл облысында, Қызылорда облысында көп ондай. Біздің ондай фаунамыз жоқ енді. Ұйықтап жатқан кезде, Таиландтан еш кем емес. Сол ұйықтап жатқан кезде скорпион баласы кішкентай, сол неге постельдің ішіне кіріп кеткен ғой. Сөйтіп мен ішімнің 3 жеріне шаққан ғой. Они когда маленькие, они не такие ядовитые. Ужасно. Кішкентай кезде, ол анау есейген кезде үлкен андай ересек, вот они страшные. Жамбыл облысында, Қызылорда облысында көп. Мен жолдасым жақтан ғой, білем. Қарақұртта бар. Бала кезде бар. Қарақұрт бар, Жоқ, біздің подкаст Дроздовтың бағдарламасы емес, бізге қорқынышты история керек, Балжан. Жоқ, просто осы дәстүр деген темаға айтып жатырмыз ғой. Просто жаңа қорқынышты неге қатысы жоқ. Менде тағы бір фобия, таксиға кешке мінуге қорқам. Өйткені мен көп естуіміз бар, ситуациялар бар, таныстарының нелері бар, оқиғалар бар. И сондықтан ба білмеймін, өзіме құйып алған. Менде кеше удобно кірген кезде, сол кезде таксимен көп жүретінбіз. Сол кезде бір таксист маған тиіскен болатын. Ол қазақ емес болатын, бірақ типа орысшалап бірдеме, типа қайда барасың, қыдырамыз ба деген сияқты әңгіме айтты. Мен вообще ол әңгімеден шошып, ол кішкене мас сияқты болды ма, біртүрлі состояние болды, кішкене қараңғы болды. Содан кейін кәдімгідей қорқып, енді біткен жерім осы шығар деп ойладым ше. Сөйтіп светофорда тұрған кезде үндемей тұрдым да, есікті ашып қашып кеттім. Ондай ситуация 2 рет болды. Тағы бір таксиге мінген кезде бір жігіт, ол кезде Яндекс нелер жоқ қой, таксиге былай шақыратын такси жоқ, жолда тұрып шақырасың. Сол кезде сол бір машина тоқтатты, и сол ішінде сол жігіт тиісті тоже, типа, андай қорқынышты нәрсе айтқан жоқ, андай типа тоқтат, кетіп бара жатырмыз, и жолдан бір досын мінгізіп алды. Еще ең қызығы, содан кейін менде сақалды жігіттерден фобия пайда болды тағы бір. Өйткені сол таксист жігіт сақал болды да. Anaқты тоқтаттым, мынандай сақалды жігіт досы мінді еще. Что-там қандай қыз мінгізіп алғансың деген сияқты әңгімелер айтты да. И тағы мен біткен жерім осы шығар деп қатты қорықтым да. Тоже светофорда тоқтап тұрған кезде қашып кеттім. Осындай ситуациядан кейін ба білмеймін. Менде таксиға фобия бар. Ол жаңағы бар ғой, қыздар жігіт тиісіп жатыр ғой, харасмент қой негізі. Харасментті қалай түсінеміз, былай тиіссе, лапы тиіссе деп ше. Негізі сөзбен де жаңағыдай. Чё за соска дейтін айтады ғой, чё қыз кеттік, там деньги то все, или там айтады, допустим, да жұмыста, коллективте айтуы мүмкін басшы болсын, коллега болсын да, Балжан бүгін секси болып кеттің, это все харасмент. Яғни жынысыңа қатысты, сырт келбетіңе қатысты оны жігіттер комплимент деп ойлайды. Көп қыздар да оны комплимент деп ойлайды да. Жігіттер штабелями құлап жатыр деп ойлайды. Это вообще
ол негізі Миф. дұрыс құндылық емес, ол миф. Мгм. Ол вообще дұрыс құндылық емес. Ол объективизация, да, женского тела. Жалпы сұлулығының, шаш ұзын болса да жаңа тиіседі ғой, особенно шаш ұзын қыздарға көп тиіседі. Сонда это харассмент, и бұл жерде сенің қорқуың, ол внутри тревога оянуы, это жайдан жай емес, да. Но ты объяснить не можешь неге қорқатыныңды ше. Иә, Да, просто неприятен сам харассмент. Окей, онда мысалы таңдаулы комплимент болу керек, дұрыстап, да? Ну, в плане не физического, Иә, сырт келбетке бүгін қатысты емес. өте әдемісіз дегенде. Көңіл күйің қандай жақсы деген сияқты. Окей. Біздің Иә, жігіттер бұл- просто джентльмен болғысы келеді, Иә. негізі. Бірақ Ой, белі деген, қыпша бел деген. Енді біздің фольклорда бар қыпша бел бірдеңе описание бар ғой, мысалы Мұқағалидың әндерін қарасаңыз ше, соң ойлайды да осыны повсеместно айта беру керек екен деп, ол енді сүйгеніне ғана айтты ғой оны. Мысалы үшін ше. Коллегасына емес. Сүйгеніне айтты да, оны оқып атып бітті. Қыздардың бәріне айтамын деген сияқты. қызық. Бізде енді өзімізде мына подкастта өзімізде мынандай рубрика бар. Комментарийдан, біздің оқырмандардан жазылған оқиғалар. Так. Окей. Бір секунд. Аха. Бека Бекс деген жігіт жазыпты. Ассаламу алейкум депті. Қысқасы, Уалейкум Рамадан айы біткен түні. Түс көрем. Түсімде кеудеме әкем отырып алған дейді. Папа қалайсыз десем үндемейді. Жай ғана жымия салды. Бір кезде саусағымен жүрек жағымды саусағымен жүргізіп бір нәрсе сыбырлап айтып отыр. Саусағына қарасам, саусағы қап-қара, тырнағы ұзын. Сол кезде түсіндім жын екен, жүрегімді дуалап жатқан. Ол мен түсінгенімді біліп, әкемнің түрі өзгеріп кетті. Беті жуткий, екі ұзын мүйізі шықты. Дуалаған бітірмей тұрғанда деп, аузубиллахи минаш шайтанир раджим деп айтып үлгердім. Көзімді бір жұмдым да оянып кеттім. Оянсам, дәл сол позада жатырмын, и дәл сол картина көз алдымда. Ана жын просто кетіп қалған сияқты болды. Как будто это был не сон депті. Мен түсініп тұрмын примерно қандай болған. Менде де примерно сондай болған. Ну-ка. Квартирада сол жалғыз ұйықтап жатқан кезде сонный паралич, бастырылу, иә. Ол бастырылу негізі түрлі болып бөлінетін сияқты. Ол мысалы менде разный бывает, типа. Өйткені мен жастайымнан болады бастырылу деген. Осындай сол ұйықтап жатқан кезімде енді ұйықтап бара жатқам. Сосын бастырылып бастадым. Сол бастырылып жатқан кезде бүйтіп көзімді ашсам, мынандай шаш ұзын, мынандай қап-қара шаш ұзын маған бүйтіп төбемнен бүйтіп қарап тұрғандай болды да. Бүйтіп қарап тұр, түрі жоқ. И потом жаңағы бастырылудан да енді қол аяғын қимылдай алмайсың, бүйтіп шығам. Әрең сол состояниеден шықсам, сол орнында жатыр екен, тоже сондай болды. Сосын сол шашы ұзын, шашы менің мойныма бүйтіп тиіп жатыр екен. И мен сол осы түстен кейін мен водолазка кие алмаймын почему-то. Мойным жыбырлайды. Неге екенін білмеймін. Сондай бір тылсым. Негізі сонный паралич бұл бүкіл әлемде егер қарайтын болсақ, ол тек мұсылмандар ғана емес, барлық діндегі немесе дінсіздерде де ол нәрсе бар, и барлығында примерно описание одно и то же. Иә, кеуде тұсында бірдеңе отырған сияқты, жаңағыдай әкесінің образында болуы мүмкін, шаш ұзын, жалма ұзын деген сияқты да. Ғасырлар бойы сонный параличті зерттегенде одна и та же картина. Не анандай жерде біреу тұрады, сен қимылдай алмайсың, немесе кеуде тұсында біреу тұрады. Бұл да енді бұл жерде нақты ғылыми зерттеулер бар. Былай түбіне кіріп зерттеген жоқпын. Бірақ описание во всем мире одинаковое. Примерно. Ол андай зерттеулер ғой. Мысалы, не бар ғой? Япондықтардың шығарған парижский синдром деген. 80 жылдары Япониядан келген туристер, әсіресе қыздар депті, 25 жасқа дейінгі қыздар Парижға келіп, парижский синдромға шалдығады екен. Ол демек учащенное сердцебиение, нехватка дыхания деген. Өйткені олар Японияда жүріп Париж туралы
ойлаған ғой романтика деп қала ше. Иә. Келген кезде иммигранттарды көрген, ана бәрі сүйіп істеп жатқаны ше. Содан парижский синдром деген не бар екен. Ол енді иә, ол оның да критикасы көп негізі. Иерусалимский синдром деген де бар ондай. Неше түрлі бар екен ғой. Иә, мысалы Америкада тұрып 50 жыл бойы священник болып жатқан жігіт, мысалы, ер кісі ғой, өмірінде оған мысалы Иерусалим ол деген енді оларға өте христиандар үшін өте сондай қасиетті жер ғой. Мұсылмандар Мекке барады, олар Иерусалимге барады, енді өздерінің нелері бар, храм Господня бар. Иерусалимге келген кезде енді Иерусалим туралы қаншама естіп қасиетті жер деп. Ал бірақ ол жақта да мысалы не бар? Карманниктер бар. Конечно. Иә. Разочарование барлық жерде бар. Иә, барлық жерде бар да, и соны көрген кезде ол да шалдығады екен. Сондай синдромға. Сөйтіп есінен ауысады екен адамдар. Ондай да болған негізі тарихта. Бірақ критикасы көп. Солардың бірі мен де ойлаймын бастырылу деп. Өйткені оны зерттеу менің ойымша вообще мүмкін емес деп. Өйткені мүмкін емес сияқты, иә. Иә, өйткені ол бір не сияқты, астрал сияқты. Иә, астрал сияқты бір. Астралға да кіруге болады деп мен вообще группашым айтқан. Менің қасымда оқыған бала айтқан, нужно тренироваться с мозгами, ана бір входтары бар деп. Сондай. Негізі синдром мәселесін егер терминін көтеретін болсақ, онда бүгінгі осы зорлық-зомбылық тақырыбында ең жаңағы көп кездесетін синдром ол стокгольмский синдром. Қыздар білмесе айта кетейін, ұзақ уақыт абьюзермен өмір сүрген кезде бізде байқайсыздар мындай ситуациялар, иә, мысалы даже полицияда да сондай. Жаңағыдай полиция шақырып көршілері мынау күйеуі әйелін ұрып жатыр деген кезде заявление жазбайды әйел. Заявление жазбайды. Ол жерде енді ол жерде стокгольмский синдром емес негізінде. Ол жерде ол қорқады, ертең ол ана жаққа даже барып келгеннің өзіне одан да көп таяқ жеймін деп та. Бірақ мынандай ситуация бар, мысалы әйелдер немесе бір ауылда бір жеңгелер өзім қазда бар ондай нәрсе ше. Енді сол арасында салып қалады, бірақ негізі жақсы деген сияқты да. Осындай мәселеде, яғни сен ұзақ уақыт абьюзда өмір сүрген кезде, сен өзіңнің абьюзеріңді идеализировать етесің. Иә. Стокгольмский синдром сондай. Сен миыңда жаңағы ішкі күйзелісіңді сен көтере алмайсың. Это вот недовольство іштегі ше, әділетсіздікті. И психика начинает это все блокировать. Сөйтіп сен өзіңнің абьюзеріңді романтизировать етесің. Сен оны мақтайсың бәріне, оны постоянно ақтайсың. И сен оның жаңағы ерсі қылықтарын көрмейсің. Тебе кажется, что это он заботится о тебе. Маған қамқор ол дейді. Сөйтіп не қылуы мүмкін да. Ол мысалы мен ограничивать етсе, ол на самом деле ол ограничивать етқан жоқ ол мен. Ол на самом деле маған қамқор дейді. Мен ойлап дегенде. Мен ойлап жатыр ол дейді да. Сөйтеді ұзақ уақыт осындай ситуацияға түседі. Стокгольмский синдромға ұшыраған қыздардың ол қалай ұшырайды? Ол абьюзер систематично қызға виктимизация жасайды және газлайт жасайды. Осы екі терминді ашып айтсаңыз. Виктимизация, яғни жертваның өзін кінәлау. Любой нәрсеге кінәлау. Ұрады, немесе күйеуі келіп ұрады, ұрсады, анау недовольный болады ғой. Вот, сен мен жынымды шығардың. Яғни ол айғайлап берді әйеліне, и ол жерде өзінің кінәсін мойындағысы келмейді, айтады, сен кінәлісің. Неге сен ол тақырыпты вообще көтересің? Сен мен білмейсің ба не осындай екенімді? Мен осында қаймын деген. Вот эти вот. Яғни зәбір көрушінің өзін сен постоянно бір адамды, ол әр адамның ішінде чувство справедливости болады да. Бұл дұрыс емес қой, мен жерде жайдан жай айтып жатқан жоқпын ғой өзімнің возмущениемді. Орынды ғой деген сияқты. Бірақ ол қайта абьюзер саған сен кінәлісің, тіліңнен таптың, сен мен жынды келтіріп жатсың, бәлем бәрін бастайтын сен дейді да. Постоянно сөйтіп неғыла берген екен, адамның ішінде жаңағы чувство это справедливости ана угасает. И ұзақ уақыт әйел солай жүре берген кезде ол құлықсыз болады. Яғни кеше осы Бишімбаевтың ситуациясында болған кезде осындай көп ситуациялар шығып қоғамда үлкен осындай шум болып жатқан кезде вот жігіттердің екі посылы бар. Біріншісі айтады да, қыздар, не оставайтесь с абьюзером, уходите дейді. Или екіншісі, неге кетпейді дейді да. То есть люди не могут понять, почему жертва от абьюзера не уходит. Бұл жерде жаңағыдай виктимизация болған кезде постоянно тебя обвиняют. Сен кінәлісің. Үйде әйел мысалы, білмеймін, бір ыдысты бір тарсылдатып қойды ма,
тамағың дұрыс болмады ма, оған ешкім не қылмайды, қолыңнан дым келмейді, сен олақсың сен. Вот так вот, да. И это систематично, ежедневно, ол күйеуінің тарапынан, енесінің тарапынан, бәрінің тарапынан әйелге сондай внушается. И ол ойлайды, мен мына үйден кетсем, я ничего не смогу. Ол бірінші мәселе, газлайт. Газлайт это когда газовый свет кезінде сондай пьеса болған. Ол жерде ситуация мынандай болады, пьесада. Содан ба газовый свет деген пьеса? Иә, содан. Ол жерде сол термин бірінші рет содан қалғанда, бір еркек дүниесі көп әйелге үйленеді. Оның ойы ана әйелді жындығып шығарып, оның дүниесін алып алу. Как он доводит ее до сумасшествия? Мысалы, кухняда осындай стол тұрады, күнде өзі мысалы 1 жыл тұрады дейге, жарты жыл тұрады. Соны бір күні әйел түнде ұйықтап жатқан кезде столды залға шығарып қойды. Сөйтіп әйел сұрайды, қайда анау? Кухняда тұр еді ғой деген кезде. Жаным, ты чё? Он всегда залда тұрған. Да, допустим, мужчина, например, изменяет. Изменяет, так келді уже. Неге сен маған изменяешь? Жан, қой, ол вообще ол измена емес, ол мен сені жақсы көремін, мен саған келдім ғой. Оның бәрі измена емес, мен сені сүйем на самом деле дейді да. Если мен оларды сүйсем, мен егер оларды сүйсем, мен сояққа кететін, мен кеткен жоқпын ғой. Еркек ол жүреді еркек деген. Ол это просто тело ол. Мен жүрегім сенде жағым дейді да, ол ше. То есть она говорит, ты мне изменил, это не измена. Я вот видите, да, вот газовый свет. Она говорит, вот это же несправедливо, мынау дұрыс емес, мынау қайда деген кезде, да? И қараңыз, виктимизация, яғни сен кінәлісің, қолынан ештеңе келмейді. Екінші оружие, это говорит, жоқ, сенікі дұрыс емес. Нет, ты ошибаешься, нет. И әйел ұзақ уақыт систематично в этой системе находится, и ол өзін құлықсыз сезінеді. Ол өзін, мен мына үйден шықсам, мен ештеңеге не істемеймін дейді да. Газлайтердің несі қандай? Сен есің дұрыс па деп айтады ғой. Негізі менікі дұрыс дейді. Газлайтер соңында өзінікін ғана дұрыс қылады. И ол, естественно, әйелге не деп айтады? Сен мына жақтан кетсең, сен өлесің ертең. Сен адам болмайсың дейді. Она в это верит. То есть полностью оны жаңағындай вербовка ғой. 1-2 жылдың ішінде әйел солай жындығып жүруге болады. Спокойно ол жаңағы енесі наяқтан, и реально у него уже крыша едет. И кете алмайды. И соответственно туған туысы да оған өзің таңдап деген байың, қайда барасың? Қал соқта, өлің шықсын, өлсең өлің соқтан шықсын дейді. Это так. Яғни жан жақтан әйелге қысым көрсетілгендіктен ол былай тұрып шығып кете алмайды. Негізі статистика бойынша зорлық-зомбылықтың жертвасы болатын әйелдердің арасында ол ақшасы жоқ, жұмыс істемейтін әйелдер. Статистика бойынша ең көбі. Бұл енді бірандай точный не емес, өйткені кәсіпте жүрген. Ақшасы бар, науский әйелдердің өзі үйдегі абьюзерден кетпейді. Такое тоже есть. Там есть некоторые выгоды, жаңағыдай, жаңа айтқандай, әйел, сен қанша жерден кәсіпкер мықты болсаң да, күйеуің болмаса, сенің бизнесің 0. Осындай нелер болады да, поэтому ол кетпейді. Ал негізі жалпы. Да, сондай имидж мәселесі бар да. Балаларды ойлайды деген сияқты. Ал негізінде ең көп масса таяқ жеп отыра беретін, ешқандай не істемейтін әйел, ол ақша таппайтын әйел, жұмыс істемейтін әйел. Сондықтан да мен айтатыным қыздарға, жұмыс істеңдер, жұмыс істе, күйеуге тимей тұрып жұмыс істе. Жұмыс істеп қалған адам, ол әйтеуір бірдеңе қылып жұмысқа шығады. А бізде қыздар наоборот, мен үйде отырайын, мені асырасын. То есть они сами себя вгоняют в этот вакуумға. Өздеріне тілеп алады. Маған негізі дайректен көп жазады да. Осы кетейін десем, короче, қайда баратын білмеймін деген жағдай ғой. Жұмысым жоқ, аш қалатын сияқтымын деген сияқты. Просто комфортта отырмын. Ата вообще бақытсызбын деп. Енді мысалы тұрмысқа шығады да, 22-23 жаста шығады, сөйтеді да, долгосрочный декретке кетеді. Все, пропал, ана әйел жоқ. 35 кезде примерно ойлана бастайды, уже сыртқа шығып жұмыс істейін десе, жұмыс беруші алмайды оны. Опыт жоқ. Она все навыки потеряла. Бүкіл университеттегі білімін бәрін потеряла. Негізінде әйел адам еңбек нарығында актуальный болып қалу керек қой. Жаңағыдай, егер отбасын жоспарлап, жаңағы әйелді күйеуді отбасын жоспарлап, баланы жоспарлап, екеуі де жұмыс істеп, жалпы мынау еңбек нарығынан сыртта қалып қалмау керек та әйел. Бұл жерде үлкен риск бар. Біріншіден, қазір статистика бойынша бізде 10 некенің 5-еуі ажырасумен тынады. Бұл дегеніміз кез келген қыз тұрмысқа шығардың алдында риск тұр 50-50. 50-50. Ты можешь развестись, статистика, а может у тебя получится. Мысалы, сіз кәсіпке келетін болсаң, бізге айтады, 10 миллионмен кіресің алдияр,
ну 50-50. Скорее всего сен 10 миллион күйіп кетуі де мүмкін, немесе нормально жүріп кетуі мүмкін еді. Тура сол сияқты қазір қыздардың алдында статистика осылай болып тұрған кезде у вас стоит такой выбор 50/50. Сен отбасылы болып кетуің мүмкін, немесе ажырасып кетуің мүмкін. Этот риск есть. Поэтому қыздарға жұмыс істемей, ақша таппай, сондай вообще көзін ашпай тұрмысқа шығуға болмайды, потому что ажырасқан күйде, егер балам, заң бойынша бала әйелде қалады. Она обрекает себя бедностей, өзін кедейлікке байлап отыр. Бұл бірінші риск, развод. Екінші риск, әйел адам жұмыс істемесе, с мужем может что-то случиться. Никогда отбасыда табыс бір көзді болмау керек. Мысалы, мен еркектерге таң қаламын да, которые говорят, мен әйелін жұмыс істеткізбеймін. Қатын деген вот это өзім қатын басырайын деген сияқты темада. Зачем? Это же риск. У тебя что, есть договор с Богом? Сен Құдаймен договорың бар ма? Сен бизнесің өлмейді, ауырмайсың, өзің өлмейсің, машина бас кетпейді, сен нормально ма? Уверенсің ба соған? Это так глупо. Особенно балалар бар кезде табысты, бүкіл отбасының табысын бір адамға ғана байлау, ол ақмақтық. Любой момент саған бір нәрсе болып қалуы мүмкін. Не надо вести себя вот так вот эгоистично, андай горделиво, ештеңе болмайды. Немесе Розахан, немесе андай еркектер бар ғой, жұмыс істе деп, наоборот, өзі жұмыс істемейді, әйелін жұмысқа шығарып қоятындар бар. Это обратная сторона, это тоже есть. Так тоже делал. Мен вообще там жұмыс істемейтін келген қуып жерінде деп. Я таки говорю. Менің ойымша ең дұрысы, типа сұрау керек сияқты жұмыс істеген істе, просто творчество болсын, не болсын, типа өзің кайфыңа істейтін болсаң, істей бер деу керек немесе. Андай ғой, мысалы, менің ойымша, енді білмеймін, енді гармония болу керек қой семьяда. Гармония ғой, содан. Обожаю это слово. Жоқ, серьезно. Ол гармонияны екі адам түсінсе, көбіне әйел түсінеді да оны ше. Әйел мысалы сол бала шағаны ойлайды, үй үлкен болсын дейді, ремонт жақсы болсын дейді, сөйтеді де күйеуінен күтеді. Шықшы дейді жұмысқа, ол шықпайды. Немесе бір жұмысқа кіреді, аз айлықпен жүре береді. Вот сондай да, яғни бұл жерде отбасы деген мәселеге келетін болсақ, отбасыда екеуі де замотивированы болу керек қой отбасының өркендеуіне. Вот сол кезде гармония болады. Егер бір ғана сторона заинтересованный болып, екіншісін басатын болса, немесе екіншісі не заинтересован болса, брак не получится. Не получится. Розахан. Ну, то есть мотивация екі жақтан болу керек та, бір жақтан емес. Сколько будешь ты таскать? Маған сөйтіп күйеуімді жұмыс істеуге көп табыс табуға қалай мотивация берсем болады дейді әйелдер. Выгони его из дома. Лучшая мотивация — это лишить его теплого дома, постели, детей, вот этого удобства, ночной смены. Лиши это. Розахан, әйелдердің өзінде де қателік бар ғой. Сол күйеуіне бүкіл комфортты істеп қояды, үйінде де жұмыс істемесе де. Үлдеме білдеге орап па? Хотя мужчина должен үлдеме білдеге орап. Сол бүкіл жаңа тәтті тамағына, продуктыға ақша шығармаса да тәтті тамағын беріп отырады. Это вопрос бытовой инвалидтердің мәселесі. Мен кете берейін, достар. Нағыз дәстүр болып отыр ғой. Бытовой инвалидтердің мәселесі. Яғни біздегі қоғамдағы стереотип ер азамат үйдің тірлігін жасамайды деген. Өте қызықты. Да. Яғни жасамайды. Даже үйде бауырлар болатын болса, қыздар ұлдар болатын болса, жаңағыдай мен жасырмай қояйын, Розахан, менде ондай проблема болып отыр негізі. Иә, мен көп сөз естимін әйелімнен, потому что мен мысалы посуда жуа салмаймын да мен өзім. Қатты ұрысқаннан кейін бірақ жүгіремін ғой, короче. Да. Иә, қазір уже жуып отырмын деп. Бірақ қазір енді мен әйелім мысалы таңертең жұмысқа кетіп қалды да өзі. Мен обедте асықпай тұрамын да, и вот осылай түнге дейін жұмыс істеймін. Поэтому мен обедте тұрғанда уже қазір үйреніп жатырмын жалпы былай, кешкісін кеше жегеннен кейін деп. Жумай қойсам бір күн будет скандал. Да. Иә, и әйелдерге, қыздарға соны басынан нужно договариваться. Бүкіл үйдің тірлігі маған деген нәрсе жоқ. Я, бытовой инвалид деген сөз, это когда мужчина не знает, где его одежда, когда он не знает, где его вещи. Мен жолдасым айтады да, ол производствода жұмыс істейді жолдасым, у них смена одежды есть. И киім ауыстырады ғой, киім ауыстырған кезде жігіттердің раздевалкасына отырған кезде қасымда коллегаларым отырады дейді, соңғыларына ой, блядь, мына қатын нәскиімді самапты дейді, и он мне говорит, для меня это шок. Сонда келіп әйелі нәскиін самағаны жынданып отыр дейді да. Нәски сенікі ғой. То есть я понимаю, что вот у него вот жолдасымда миында андай взрыв. Он такого не понимает. Өйткені ол изначально мен енемнің сондай несі ғой, ұқыпты, өзінің затын қайда екенін біледі, өзінің тамағын жасай алады, өзінің вообще и в принципе с этим менде ондай проблема болған жоқ. Мен кейін көрдім бытовой инвалидтерді. Мен өз мінім бар, тамақ жасайды. Тамақ та жасайды, өзі қазір жалғыз өзі тұрады, үйі тап-таза, тамағы дайын, киімі жуылған, шошқа болып отпайды.
вот реально көп жігіттер элементарно көшеде даже қарайсың ғой, түрлеріне қарамайды ғой, шаштары май болып қалай көшеге шығады, я не понимаю. Элементарно гигиена, киімінің ұқыпты болуы, негізі тәрбие содан басталады. Ер азамат содан жасау керек та. Енді өзіне деген жауапкершілік. Өзіне деген жауапкершілік, өзінің бытовой проблемаңды жаба алу да. Они так, что вот они хотят, сен қатын боласың, сен тамақ істей аласың ба, сен кіргізіп аласың ба. И ты думаешь, ты сам это умеешь делать, нет? Студентка, да? Ты студентка? Красивая, да? Кредитің бар ма жоқ па дейтінші? Вот, и мысалда да. Солай да сұраймын ғой, не? Иә, бар ғой. Қойшы. Мен естігем. Қыздан сұраймын, кредитің бар ма жоқ па, да? Более того, жүретін қыздарына кредит алатын жоқ. Ондайды білемін мен, ондайды көрдім. Ондайлар өте көп. И бытовой инвалид — это показатель того, что человек вообще отрезан от реальности. Ол сен өзіңнің просто өзіңнің бытыңды организовать ете алмасаң, не істеп жүрген адамсың сен жалпы. Это твоя реальность. Это самый такой өзің әсер ете алатын ортаң сол да. Зато бізде сондай бытовой инвалидтер өздері әсер ете алмайтын проблемаға, пожалуйста ғой, политика, вакцина, тағы не көп қой енді жаңағы кезінде шықты ғой. Өте қатты айтып отырсыз, Роза ханым, честно, өзім вообще Роза ханым еще бержан айтып отыр. Мен әйелім қарайды ғой мына подкастты, жаным кешірші. Мен бытовой инвалид сияқтымын негізі. И при этом жаңағыдай, өзің әсер ететін ортадағы істі жасамайды, зато әсер ете алмайтын жерде профессорлар ғой, бәрі прописан, қызыл диплом. Диссертация қорғап тастаған ғой. Ужас. Это так. Ужас. Не, да, адамның дамуы неден басталады? Өзің әсер ете алатын тірліктерді вот на 5 жасағаннан басталады. Айтады ғой, өмірің жөндеген кезде төсегің жина деген сияқты да. Вот содан басталады. Өзің әсер ете алатын ортада сенде мынау болатын болса, саған сенуге болады. Мысалы, мен кәсіпкермін. Мен осындай кездесулерге неге барған кезде мен қараймын. Оның жаңағыдай өздері әркім енді өз туралы айтады ғой, сөзіне, ісіне, түріне қарап, оның позициясына қарап, оның қандай екенін білуге болады. Егер менің партнерім жаңағыдай бір келіссөзге неге келген кезде жаңағыдай альфа-самец болатын болса, қатын бүйтіп қойған, я с ним работать не буду. Потому что ол адам, скорее всего, командасында солай ұстайды. Командасындағы адамдар жаңағыдай одан қорқады, өлген күннен жүр. Любой удобный момент он командасы может его подвести. Бір күн жұмысқа шықпайды просто. Если у меня будет контракт с таким человеком, скорее всего, он меня подведет. Бизнес ол адам. Прикольный лайфхак. Бизнес ол адам. Сен отбасына қарым-қатынасы қандай ер азаматтың, оның жұмысы сондай болады. Не бывает, у нас же один мозг. Сен осы мимен үйдесің, сен осы мида машинедесің, сен осы мида жұмыстасың, туалеттесің. Да? Злостный нарушитель ПДД. Какой он человек? Представьте, да? Штрафы көп жігіт. Это опасный жігіт. Опасный ер азаматындай. Уже әрекетінен қарап адам тануға болады. Поэтому қыздар жігіттермен танысқан кезде надо смотреть не на деньги, не на внешность, или на әңгімесіне емес, тем более, да? Әңгімемен, потому что бізде ауызбен орақ ұратындар жетеді ғой. Ой, браттар, істейме ертең, мен жұмыс күтіп отырмын дегендер ше. Қазір звондайды ма? Қазір звондайды маған дейтіндер да. Андай не, дела, тірлік дейді. Бітіріп отқан дымы жоқ. Анау, әрі-бері том жері ғой, короче. Там туда-сюда. Туда-сюда, лям больше, лям лям сюда, меньше. лям туда дегенде. Вот это просто ауызбен орақ ұратындар, ол көрінеді ол. Істейтін адам, қолынан әрекет келетін адамның, ол жаңағыдай өзің әсер ете алатын істерге соны қалай тындырып жатыр. Содан қарап адам тануға болады. Өзі әсер алатын, мелочтан басталады, дьявол кроется в деталях дейді. Детальдан кетеді. Поэтому это очень важно. Қорқынышты оқиғалар болмады бүгін. Зато бірақ өте сізді жеп қойдық зато. қорқынышты фактілер болды. Да. Это мастер-майнд какой-то был. Прикольно. И даже не істейміз біз сонымен, біз вообще демедік қой, Балжан. Ой, прости. Мен сразу білдім подкастқа келетқанда Роза ханым келеді дегенде, мен үшін Роза ханым сөйлейді дедім ғой. Жоқ, Менде негізі бар ғой, Алдияр, жаңа айтып жатсың ғой, қазақша блогерлер неге көтермейді деген сияқты осыны теманы. Негізі көп нәрсе айтқым келеді менде ше, бірақ мен оған қазір дайын емеспін. Кішкене бір уақыт керек еще. Роза ханымнан сабақ алу керек сияқты. Курс сатасыз, сіз курс сатып отырсыз. Курстарым бар. Ол қарым-қатынас емес, больше техника эффективного мышления,
жаңағы ғой өзің әсер ете алатын дүниелерді реттеу. қазір жалпы курстардың заманы деп ойлаймын мен. Мен енді алғашқы инфобизерлардың бірімін ғой, 5 жылдан бері жасаймын. Жаңа кеше бүгін бастаған жоқпын, яғни мен аудиториям 3 есе өскен кезде охо, давай курс сатамыз деген жоқ та. Мен уже 5 жылдан бері сатамын курстар, өзім жасаймын, организовать етемін. Білемін сіздің алыспын, ана жақта жүрмін, короче. Баяғыдан сол организовать етемін. Ана кіре берсек жылан сияқты ғой. Құрметті достар, бүгін бізде қонақта болған Роза ханым және Балжан ханым. Рахмет сіздерге, жігіттер. Сабақ алайық. Что-то мен қатты ұялтырып жүрді мен Роза ханым. Кешірім өтінемін. Былай жасайық. Бізде қазір сізде де Балжан ханым, сізде де Роза ханым. Міне қарама-қарсы тұрған камераға 1 минуттық спичтарыңыз бар. Роза ханым, сізден бастайық. Не туралы болсын? Қыздарға ма, жігіттерге, жалпы біздің қоғамға қандай үндеу тастайсыз? Білесіздер ма, мен 1,5 жыл болды осы қыздарға үндеу айтып жатқаныма. Қыздар тыңдайды ғой, жігіттер тыңдамайды. Бір рет мен бір рилс шығардым. Жігіттер, ана мужская солидарность деген нәрсені дұрыс жерде қолданыңдаршы. Мысалы, сенің жолдасың, танысың, досың, әйелін ұратын болса, оған мужская солидарность жасама. Сен онымен тамақ ішпе, сен онымен араласпа. Алимент төлемейтін досың болатын болса, сенімен қолап амандаспа онымен. Ол жерде мужская солидарность, сен ол жерде қылмысқа солидарность жасап жатсың, мужская солидарность емес. Осындай нәрсе айтқан кезде астында жігіттер мен жеп қойды ғой. Енді бәріміз қалып қатын тыңдайық енді дейді. Осы нәрсені еркектер айту керек деп ойлаймын. Осы жерде тыңдап отқан ер азаматтар, егер сіз мені түсініп отсаңыз, ішіңізде осындай осы әңгімеге агрессия болмаса, барынша өз ортаңызда, қоғам ол адамнан өзгереді. Өз ортаңызда осындай қылмысты көрген кезде оған жақ болмаңыз. Тегі ақыл үйретпесеңіз де просто араласпай қоюға болады. Адам түсіну керек, қылмыс жасайтын адам ол түсіну керек өзінің дұрыс емес жасап жатқанын. Әркім әрине біз ешкімге жаңағындай сот бола алмаймыз ғой. Бірақ та сен өзіңнің әрекетің арқылы, қарсылығың арқылы тілмен айтпасаң да ісіңмен осы қарсылықты көрсетуге болады. Бұл мужская солидарность емес. Браво. Балжан ханым. Надан кейін бірден айтуға ұялады екен. Біз кәні глубокий емес, бер жағынан айтуға алады ғой. Біз енді өнер адамы. Мен де киноға түстім ғой. Сіз өнер адамы кеттіңіз, ә? Мен вообще қорқам бір нәрсе айтуға, Роза ханым, кешіріңізші. Балжан ханым, сізге рұқсат. Просто мен енді қыздарға айтарым, агрессивный адамдардан өздеріңіз алшақ ұстаңыздар. Уже қалай айтсам екен, біздің санамызға құйылған бұрынғы поколенияның менталитетін уже кішкене алатын уақыт келді. Смелый болыңдар. Құрметті достар, мына подкастты қараңыздар обязательно, соңына дейін. Мынау бір бесплатный курс болды кәдімгідей. Рахмет. 28 желтоқсаннан бастап Қазақстан барлық кинотеатрларында біздің Дәстүр атты фильм шығады. Құрметті достар, келіңіздер. Роза ханым, Балжан ханым, рахмет сіздерге үлкен. Біз сіздерді обязательно премьераға шақырамыз. Сол кезде де әділ бағаңызды айтсаңыз, біз тек қуанамыз оған. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.